بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Құрметті бауырлар, қадірменді тыңдарман қауым, біз имам ан-Науауидің 40 хадистер жинағына имам ғұлама Абдул-Азиз ибн Баздың шархымен танысу мәжілістерімізді одан әрі жалғастырамыз. Осыдан алдыңғы сабағымызда біз осы кітапты құрастырған, яғни имам ан-Науауидің 40 хадис жинағына шейх ибн Баздың шархын жинастырып құрастырушының кіріспесіне тоқтаған болатынбыз. Және осы кіріспесінде ол бұл кітаптың жазылу тарихын және осы кітап басқа кітаптардан немен ерекшеленетіндігі туралы айтқан болатынбыз. Ал біз бүгін имам ан-Науауидің және шейх ибн Баздың қысқаша өмір баянымен танысып өтеміз. Және инша алла уақытымыз болса осы кітапқа имам ан-Науауи жазған кіріспе алғы сөзіне тоқтайтын боламыз. Сонымен бірінші имам ан-Науауидің өмір баяны. Имам ан-Науауи толық аты, тегі, жөні Абу Закария Яхья ибн Шараф ибн Мури ибн Хасан ибн Хусейн ибн Мухаммад ибн Джума ибн Хайзам ан-Науауи ад-Димашқи. ан-Науауи деген Науа деген қалада дүниеге келген. ад-Димашқи негізі Димашқ, яғни қазіргі Дамаск деп айтамыз ғой, сол қалада өмір сүрген. Оның куниясы Абу Закария. Ол үйленбеген. Ал куния деген араб тілінде не ол? Ол әлде бір кісіні оның баласымен атап айтады. Құрметтеу үшін арабтар, және жалпы содан кейін сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезінде бұл пайғамбарымыздың сүннетіне де айналды. Содан кейін мұсылман халықтар да бір-бірін құрметтеу үшін осындай өзін баласының атымен куниямен атайды. Мысалы Абу Хасан деген сөз, мысалы Хасанның әкесі. Абу Закария деген сөз бұл Закарияның әкесі. Демек, имам ан-Науауидің Закария деген ұлы болған ба? Жоқ, имам ан-Науауи үйленбеген. Бірақ Абу Закария деп аталу себебі бұл сүннетке сәйкес болғандықтан. Сондықтан да сүннетке сәйкес тіпті адам үйленбеген болса да, ол өзіне куния қою сүннет болып табылады. Абу Бакр деген ұлы сахабаның Бакр деген ұлы болмаған. Тура сол сияқты Абу Хурайраның Хурайра деген ұлы да болмаған. Сондай-ақ оның лақап аты да болған. Жалпы ол заманда мұсылман ғалымдарды лақап атпен атау, яғни бір ардақты, құрметті атақатпен атау сол кезде өте кең таралған болған. Және имам ан-Науауидің осындай құрметті лақап аты Мұхиуддин, яғни дінді жандандырушы деп аталған. Бірақ ол бұл атты өзі ұнатпайтын болған, өйткені өте қарапайым, захид, яғни дүниенің рахаттарынан, ләззаттарынан бас тартып өзін толығымен Аллахтың дініне бағыштаған және білімге бағыштаған адам болған, өте қарапайым адам болған. Имам ан-Науауи, Аллах оны рахымына бөлесін, хижраның 631 жылы Мухаррам айында Науа деген елді мекенде дүниеге келді. Және оның әкесі өте, былайынша айтқанда, дәулетті, бай кісі болған, саудамен айналысатын болған. Сондықтан да ол осындай әкенің қолында, әкесінің қамқорлығында өсті. Ол бала кезінен бастап-ақ шариғи білім іздеуге өте құштарлық танытатын. Әкесі 10 жасқа толған кезде өзінің дүкеніне саудаға қояды. Бірақ ол сол саудамен сол саудаға қойса да, ол сол саудамен айналысуы оны Құран жаттаудан және білім алуға деген құштарлықтан не істейді, көңілін бөлмейді. Бала күнде ол көбіне саудаға емес, сол көңілі білім ізденуге толықтай не істейтін, ауатын. 10 жасқа толған кезде ол балалармен әдетте ойнап жүретін кезде, мысалы көп балалар далада осы кезде ойнап жүреді ғой, сондай кезде ол басқа балалар оны ойынға қоспайтын. Сондықтан да ол ойынға қоспағаннан кейін ол өзі шетте отырып Құран жаттайды, Құран оқиды. Сөйтіп енді оның өмір баяны туралы кітаптарда сөйтіп келеді. Сондай бір болып жатқан сәтте оны сол заманның бір белгілі бір адамы Ясин ибн Юсуф әл-Маракаши деген
оны көреді де сөйтіп онымен сөйлеседі, сөйтіп оның ерекше бір ықыласты бала екен, яғни ілімге деген, білімге деген өте құштарлы бала екендігін көре біледі. Өйткені жаңа не деп айтады, өзімізде халқымызда бір не бар ғой, бір сөз бар ғой, не дейді, шынайы алтынның несін, сапасын қандай болатынын зергер ғана таниды деп, алтынның құнын зергер таниды деп. Ғалым адам ол да әлгі баланы қандай құштарлыққа ие екенін, қандай қабілетке ие екенін көре біледі. Сөйтіп ол оның осындай болатынына үміттеніп, әкесіне барып мына баланы оқыт шариғи білімге деп, сөйтіп ол әкесін ынталандырады осыған. Сөйтіп өзі сол кездегі Құран үйрететін нелерге апарып, осы баланы осындай бала деп таныстырып, соған өзінің бір тәскиясын бергендей қылып, сөйтіп жолдығын береді. Сонымен осылайша имам ан-Науидің шәкірттік жолы басталады. Ол көптеген ұстаздары болды. Олардың қатарында атақты ғалымдар Камалуддин Абу Ибрахим Исхақ ибн Ахмад ибн Усман ал-Мағриби, Абу Мухаммад Абдурахман ибн Нух ал-Мақдиси, Исмаил ибн Исхақ ибн Ибрахим ибн Абу Бакр ан-Науави, Абу Аббас Ахмад ибн Салим әл-Мысри, және оның осындай ғалымдардың арасында, оның ұстаздары болған ғалымдардың арасында ең атақтысы мынау Ибн Малик Андалуси әл-Әлфия кітабын білеміз ғой, араб тілінен ең үлкен атақты кітап. Соның авторы осының ұстазы болған, және ол осы ұстаздарына біраз кітаптарды, хадис кітаптарды, мәтіндерді жаттап тапсырған болатын. Ал енді имам ан-Науави көптеген шәкірттерді тәрбиеледі. Солардың ішінде ең атақтылары Алауддин ибн Аттар, Шамсуддин ибн Нахиб, Шамсуддин ибн Джавайн, Джамалуддин ад-Дураи, Абу Аббас ибн Фарах ал-Иснауи. Кейін оның шәкірттері осындай үлкен ғалымдар болып, өз заманның атақты ғалымдарына айналды. Енді имам ан-Науидің кейбір сипаттарын атап өтсек, оның денесі жұқалтаң болатын, яғни ірі де емес, өте арық та емес, орташыл боласын. Оны араб тілінде мураббах дейді, енді иықтары үлкен болатын, ақшыл өңді болатын, сақалы өте қалың сақалды болатын, қарапайым киюді ұнататын, дүниеге қызықпайтын, сондай бір салиқалы адам болған. Ол күлетін, бірақ қашанда шариғат шеңберінде болатын. Ол қанағатты, яғни құпия түрде жасалған ғибадатты, дүниеден алшақ болуды, зұхтты, берік, ұстамды деп айтылады ол туралы өмірбаян кітаптарында. Әрине, бұндай ұлы адам өз заманының ғалымдары тарапынан өте үлкен бағаланған, және оны жақсы атақтармен атап өткен, мақтаумен атап өткен ғалымдардың арасында Әз-Захаби деген, Аллах оны рахымына бөлесін, өте үлкен ғалым, көптеген ғалымдардың өмірбаян жазған. Ол туралы көп айтылды, және оның артықшылықтары айта берсең ұзаққа созылады деп осылайша оған сипаттама берген. Ол жайында шейх, имам, үлгі тұтар ұстаз, хафиз, салиқалы кісі, үздік ғибадат етуші, фиқх пен иштихадта терең білімді, тіпті ол туралы ғалымдар шейхул ислам, міне осының барлығы бір адамның бойынан табылған деп айтқан екен. Оның шәкірттерінің бірі болған Ибн Аттар, Аллах оны рахымына бөлесін, ол Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам хадистерін жетік білетін хафиз, барлық хадис түрлерін меңгерген, яғни олардың ішіндегі сахих, даиф, олардың кемшіліктерін, яғни мухаддис ғалым болған үлкен, олардың сахих және әлсіздігін ажырата алатын, мағыналарын терең түсініп, олардан фиқхтық үкімдер шығара білетін адам еді. Ол тек қана мухаддис емес еді, демек ол сондай-ақ үлкен фақих ғалым болған. Ибн Касир тіпті ол туралы имам, хафиз, шариғаттағы өте білгір адам, мазхабтың зерттеушісі, өз ісінде жүйелі, абыройлы тұлға, ғибадат етушілердің ішіндегі таңдаулы адамдардан болған. Сондай-ақ өте салиқалы, еңбекқор, дүние құмарлықтан алыс, қарапайым өмір сүрген, өте кішіпейіл болған және сабырлы болған, өз заманы мен кейінгі дәуірлерде теңдесі болмаған адам еді деп осындай керемет сөздермен сипаттаған екен Ибн Касир оны. Енді имам ан-Науави әрине біздің заманымызға дейін өзінің атағын қалдырған 40 жыл өмір сүрген, 40 жылдың үстінде өмір сүрген, бірақ сол өмірге Алла тағала оған берекесін беріп, көптеген ғалымдар оның
өзі осы кітаптарын оның ықыластылығынан нұсқайды. Өйткені алла тағала әлдебір ғалымдардың осындай еңбектерін көпке таралғандығын, заман өтсе де солар оқылып барлық мешітте бүгінгі күні имам ан-Науауидің, ол қай мазхабта болмасын, қай ағымда болмасын, қай неде болмасын, өйткені сүннетті нағыз ұстанған адамдардың алла тағала атын осындай сақтап қалады. Кім сүннетке көмектессе, бұдан біз өзіміз үшін қандай қорытынды аламыз? Атымыз шығу үшін емес, кімде кім Аллахтың алдында мәртебеге, Аллахтың алдында сыйға, Аллахтың жақсы көруіне ие болғысы келсе, сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетін ұстану керек, және сол сүннетті таратуға, соған деген қамқорлық жасауға барынша үлесін қосу керек. Оған міндетті түрде әрбір адам имам немесе ғалым болудың қажеті жоқ, бірақ өзінің қолына келгенше, өзінің іс-әрекетімен, өзінің жүріс-тұрысында адам егер сүннетті тарататын болса, өзінің жақындарына, иншалла сол бір сүннет, екі сүннет, үш сүннет сол арқылы басқа адамдар тарайтын болса, оған әрине оның ұлы жемісі, ұлы сыйы болады. Оның сол сүннетті жақсы көруіне сәйкес. Адамның Аллахты жақсы көруінің сөзінің дәлелі оның пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ілесуі. Сонымен имам ан-Науауи өзінен кейін Минхаж фи шарх сахих Муслим ибн Хаджаж деп имам Муслимнің хадистер жинағына жасаған ең атақты түсіндірме, басқа да түсіндірмелер көп, бірақ негізге алынатын осы имам ан-Науауидің жасаған түсіндірмесі. Сосын Рияд ас-Салихин мен кәлам Саййид мурсалин, пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам сөздерінен алынған ізгілер бағы, Рияд ас-Салихин еңбегі. Содан кейін Әл-Арбаун, міне осы біз қазір оқуды бастаған кітап, содан кейін Рауда талибин уа умдат әл-муфтиин, талапкерлер, яғни білім ізденушілердің бағы және пәтуа берушілердің тірегі, және осы сияқты басқа да көптеген кітаптары бар. Ол имам ан-Науауи, Аллах оны рахымына бөлесін, Раджаб айының 24 күні, яғни хижраның 676 жылы сәрсенбі түнінде қайтыс болды. 45 жас өмір сүрді. Аллах тағала осы 45 жасын оған берекелі етіп, ислам үмметі үшін мол көптеген пайдалы істер жасап кетуге оған мүмкіндік берді. Осындай игілікке бөледі. Оның жаназасы Дамаск, яғни Димашқ қаласының үлкен мешітінде, яғни Димашқ қаласының не деп айтады, ең үлкен мешіті, сол жерде оқылды, және ол өзінің туған жері Науа қаласында жерленді дейді. Ал енді осы хадистер жинағына шарх жасаған құрметті шейх Ибн Баздың өмірбаянына да қысқаша тоқталып өтетін болсақ, имам Ибн Баз кейінгі заманның ұлы имамдарының бірі, муштахид, сәлафтардың ізбасары, ізгі алдыңғы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан кейінгі сахабалардың, солардың ізімен жүруші табиғиндердің, солардың ізімен жүруші ұлы имамдардың жолын басушы, мұсылмандардың муфтиі, соңғы заманның шейх Абдул-Азиз ибн Абдуллах ибн Абдурахман ибн Мұхаммад ибн Абдуллах ибн Бас, Аллах оның рахымына бөлесін. Оның көниясы Абу Абдуллах болған, өйткені Абдуллах оның балаларының үлкені болды. Халық арасында бірақ Ибн Баз деген атпен танымалы және белгілі болды. Ол хижраның 1330 жылы, және осыдан енді шамамен сіздерге белгілі болу үшін хижраның 1330 жылы деген ол қай кез деп білу үшін уақытта, бұл осыдан 115 жыл шамамен бұрын дүниеге келді. Яғни Зулхиджа айының 12-сінде Рият қаласында дүниеге келген, балалық шағы сол Рият қаласында өткен. Әкесі ол туылғаннан кейін 3 жылдан кейін қайтыс болды. Небәрі 3 жаста еді. Аллах тағала оған мейірімін төгіп, анасы оны жақсы тәрбиелеп өсірді. Анасы да кейін хижраның 1356 жылы қайтыс болды дейді. Яғни Ибн Бас 26 жасқа толған кезде анасы қайтыс болды. Білімі, шейх Ибн Баздың білімі туралы айтатын болсақ, ол дінге шақыру жолындағы көрнекті ғалымдардың бірі шейх Мұхаммад ибн Ибрахим ибн Абдул-Латиф Али шейхтің қолында білім алды. Сол кісілердің тікелей оқушысы болды. Оның еңбек жолы шейх әртүрлі қызметтерді атқарды. Олардың ішінде ең өзінің білім алғаннан кейін жолын, қызметін, соттың қызметінен қады деп айтады ғой. Ол 1371 жылы Әл-Хардж қаласында, немесе сол аумақта қады қызметін, сот, шариғи сот қызметін атқарды.
Содан кейін 10 жыл бойы Эр-Рияд қаласында мұғалімдік қызметті атқарды 1371-1381 жылдары. Содан кейін шамамен 14 жыл бойы 1381 жылдан бастап 1395 жылға дейін 13-14 жылдар бойы Мединадағы Ислам университетінің ректорының орынбасары болды және ғылыми зерттеулер басқармасының басшысы болды. Содан кейін тағы да 9 жыл бойы 1395-1414-ге дейін Сауд Арабиясының пәтуа беру мекемесінің комитетінің төрағасы болды. Әл-Ләжна әд-Даима соның төрағасы болды. Және 1414 жылдан бастап дүниеден өткенге дейін ол Сауд Арабиясының жоғары муфтиі болды. Бұл Сауд Арабиясындағы Али Шейх, Мұхаммад ибн Абдул-Вахаб ат-Тамими ад-Даридің отбасынан шықпаған жалғыз муфти болды. Бұл неге нұсқайды? Бұл кісінің нендей құрмет, өзінің Аллах тағала оның дәрежесін, білімінің сол өзінің заманда барлық жақтан танылғандығын. Шейх көптеген еңбектер жазды. Олардың көбісі әртүрлі пәтуалар мен мақалалар деген атты 30 томдық жинағына енді. Сондай ол Нұр алаңында деген радио бағдарламалар болатын, өзінің заманда сода пәтуа беретін. Кейін бұл бағдарламаның негізінде Нұр әл-Дарб деген 32 томдық жинақ болып жарияланды. Үлкен кітап. Сонымен қатар Шейх Ибн Баз бүгінгі күні қайырымдылық қоры Ибн Баздың Кашф аш-Шубахат, Қауаид аль-Арбаа, Фадлул ислам, Ақида ат-Тахауия, Ақида аль-Уасатия, Рамазан айының амалдары деген осы еңбектерге жасаған шархтарын кітап ретінде шығарды. Аллах тағала оны рахымына алсын. Ибн Баз ол Таиф қаласында таң намазына аз уақыт қалғанда Мұхаррам айының 27-ші жұлдызы 1420 жылы, қазіргі күнтізбе бойынша 1999 жылы дүниеден өтті. Оның жаназасы Меккедегі Әл-Харам мешітінде оқылды. Жұма намазынан кейін сөйтіп ол Мекке қаласында жерленді. Міне бұл имам ан-Науауимен осы имам ан-Науауидің 40 хадисіне өзінің шархын жасаған Шейх Абдул-Азиз ибн Баздың қысқаша өмірбаяны. Аса жоғары Раббымыздан бізге оқыған білгенімізді пайдалы етуін және біздің өзімізді сол оқыған білгенімізге амал етуімізді нәсіп етуін сұраймыз. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.